Бәріңізге сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Енді видео шықпағалы көп болып кетті, сондықтан енді көп болды дегенде сіздер просто 30 лайк жинамайсыздар. Әрең жинап отырсыздар. 1800 подписчикте 30 лайк деген жалпы смело жиналу керек қой. Сондықтан достар, давайте осы видеоның астына смело бір күнде 30 лайк жинап көрейік. Сосын келесі күні новый видео шығатын болады. Достар, енді Супер Қазақстан серверінде жаңа обновление болды, кеше ғана бітті. Енді соған мен бүгін видео түсірейін деп отырмын. Так, енді біз бүгін сол обновлениеден кейін қосылған машиналар туралы машиналарды көрсететін боламыз. Ал ендеше видеоға кеттік. Ал енді достар, мінекей мен сіздерге машиналарды көрсете берейін. Так, бұл машиналар сразу айтып қояйын, басқа серверлерде де бар. Біз ешкімнен көшірген жоқпыз деймін ба. Короче, достар, ал кеттік, ал көреміз. Мінекей осындай машиналар қосылды, тағы да қосылған сияқты, білмеймін, әйтеуір тек осыларды алдым. Өзінде барлары. Біріншісі Audi RS6 333 деген номерімен, одан кейін Niva Urban тюнинг жасалмаған, осындай қара түрі. Одан кейін Porsche Panamera 2018 өте керемет. Одан кейін Subaru Impreza жаңа түрі, бұрын бізде басқаша түрі болатын. Қазір енді осы түрі тюнинг қабылдайды, өте керемет. Тюнингтен кейін осындай болады, бәріңізге алыңыздар, короче. Сосын мынау бізде Mustang. Осындай дәл мана ғана ала салдым, сосын енді дым тюнинг жасалмаған. Ал бұл бізде Agera номері 000-11. Өте керемет спорткар. Ал бұл бізде BMW M4. Сосын M4 болғаннан кейін 004, EE04 деп қойдым. Енді достар, серверде осындай керемет машиналар салынды. Так, енді біз деген қазір балдар жаққа барып қайтайық. Олар және де тағы да не қосылды екен. Енді достар, ана машиналардың бәріне жеке-жекелеп обзор жасағанды қаласаңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Достар, мен қалай ұшып батырмын десеңіздер, енді бұл VIP панель ғой. Егер де сіздер осылай ұшқыларыңыз келсе, баукадан сатып алыңыздар. Егер де қалай сатып аларын білмесеңіздер, ол үшін сіздерден осы видеоның астында ссылка болады. ВК-ның сол ВК-ға жазасыздар, ол баука деген баланыкі, бауыржан деген, соған жазасыздар да осындай VIP сатып аласыздар, ол ақша. Егер де сіздер дейтін өйстіп, короче, сатып аларда бүйтіп айтасыздар, сөйтіп балкаға короче жазасыңдар ғой, VIP алайын деп, сол кезде бүйтіп жазсаңыздар, хэштег Ернар деп жазсаңыздар, сіздерге осы VIP-ті алғаннан кейін, VIP-ті алып болғаннан кейін сіздерге 3 миллион подарка беріледі менің атымнан. Сондықтан достар, тезірек аламыз осы VIP панельді, өте керемет ұшуға болады. Осылай пробелді бассақ, осылай тез ұша аламыз. Осындай екі жағынан түсін жат. Ал енді анебір жерден бір машина алып айдап көрейік. Енді егер де сіздер бұрыннан бері осы машиналарды күтіп жүрсеңіздер, енді алсаңыздар болады. Судың астында жүзе аламыз бекені көрейік ал. Жүзе ұша аламыздар. Так. Сосын бізде енді F6 емес, 0-ді басамыз анандай чаттарды жоғалту үшін. 0 деген F11-дің астында тұрады. Так. Енді міне бір жерге барайық. Манаға жер қоя. Сосын бір машинаны аламыз да. Айдеміз. Мысалға. Жақсы, Агераны аламыз да, или Агераны алуға, немесе Porsche Panamera. Бірақ тартпайды, мен оған не қондырған жоқпын, настройкасын жасаған жоқпын. Так, Ford Mustang. Жалпы өте керемет машина, бірақ та мен Агераны айдағым келіп тұр. Агера деген Майнкрафтерді кім біледі, Skywars'та 10 kill сондай жасайды, өте керемет. Так. Ал енді скорсын көрейік. Мына вообще дәл қазір алынған, не жасалмаған настройка. Настройканы өздеріңіз жасап алсаңыздар болады, таран қоссаңыздар. Таранда қалай қосу туралы менің каналымда видеолар бар. Так, енді осындай керемет машина. Агера деген машина. Осыны бір бала қос деді, сосын барып қосты. Жалпы қоспайтын еді бұл машинаны. Менде қазір білу не екен қатып тұр. Что-то бандикан қосқаннан кейін шығар.
Сосын мына жақта бізде админ панель дейтін орысшаға ауысып кетті енді. Бірақ та баяғыдан бері қолданып жатқан адамдар біледі жатқа. Мына жақта хан дейді. Хан жүрді тек қана біздің кланнан. Так, соған барайық. Қай кіріп кетті? Нарадан көрсеңіздер болады. Money деп тұр ғой. Минус 10 мың ба сондай. Берш, ана дейді. Ақша сұрап тұр ғой Мироннан. Так, мына ханда мінекей, мана көрсеткен BMW M4 көлігі. Жалпы мынау кішкене басқаша болады, тюнинг жасап алған. Ей достар, короче, сендермен болған мен Ернар. Егерде осы видеоның астына 30 лайк жинайтын болсақ, келесі видео шығады. Және достар, мен екінші каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Давайте.